Сәлем балақай. Бүгін жабайы жануарлармен танысатын боламыз. Қанекей балақай, менен кейін қайтала. Арыстан. Арыстан. Балалар, арыстан аңдардың патшасы. Ол ормандағы барлық аңдарды басқарады. Жолбарыс. Жолбарыс. Гепард. Гепард. Гепард ең жүйрік жануар. Шүйбөрі. Шүйбөрі. Балалар, шүйбөрі жыртқыш аң. Түлкі. Түлкі. Түлкі өте қу болады. Қасқыр. Қасқыр. Қасқырлар өте ақылды болады. Аю. Аю. Аюлар өте семіз болады. Сол себепті олар қорбаңдап жүреді. Қолтырауын. Қолтырауын. Қолтырауындар суда өмір сүреді. Ақ аю. Ақ аю. Ақ аюлар мұзды өлкеде өмір сүреді. Піл. Піл. Пілдер құрлықтағы ең ірі жануарлар. Керік. Керік. Керіктердің бойы өте ұзын болады. Елік. Елік. Еліктер сондай сүйкімді болады. Зебра. Зебра. Зебралардың қара жолақтары болады. Маймыл. Маймыл. Маймылдар да адам сияқты бананды қатты жақсы көреді. Саған ше балақай, банан жеген ұнай ма? Коала. Коала. Коалалар ұйықтағанды жақсы көреді. Панда. Панда. Пандалар бамбук ағаштарын жегенді жақсы көреді. Тиін. Тиін. Тиіндар ағаштан ағашқа секіріп, жаңғақ жинайды. Қабан. Қабан. Қабандар өте бұзық болады. Бірақ балақай, сен бұзық болма. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсықтар өте күшті болады. Су сиыр. Су сиыр. Су сиырлар суда өмір сүреді. Жарайсың балақай. Енді сен жабайы аңдармен таныс болдың. Балақай, жабайы аңдарды хайуанаттар бағына барып көруіңе болады. Бірақ оларға қатты жақындама. Себебі жабайы аңдар өте қауіпті. Сәлем балақай. Бүгін біз көкөністермен танысатын боламыз. Ендеше менен кейін қайтала. Қызанақ. Қызанақ. Қияр. Қияр. Болгар бұрышы. Болгар бұрышы. Бұл көкөністе дәрумендер өте көп болады. Ащы бұрыш. Ащы бұрыш. Балалар, ащы бұрышты қолмен ұстамаңдар. Баялды. Баялды. Картоп. Картоп. Сәбіз. Сәбіз. Балалар, сәбізде дәрумендер өте көп болады. Сол себепті сәбізден бас тартпаңдар. Пияз. Пияз. Сарымсақ. Сарымсақ. Шалғам. Шалғам. Қызылша. Қызылша. Балалар, байқадыңдар ма? Шалғам мен қызылша өте ұқсас болады. Бірақ шалғам ащы, ал қызылша болса өте тәтті болады. Қырыққабат. Қырыққабат. Қырыққабаттың жапырақтары көп болады. Сол себепті қырыққабат деп атайды.
кәді, кәді. Жүгері, жүгері. Балақай, саған жүгері жеген ұнай ма? Жарайсың, балақай. Сен енді көкөністермен таныс болдың. Балақай, барлық көкөністерде дәрумендер өте көп болады. Көкөністерді күнде жеп тұрсаң, сен өте әдемі әрі күшті болып өсесің. Сәлем! Балақай, тілімізді жаттықтыратын уақыт келді. Ендеше менен кейін қайтала. Алма, алма. Айран, айран. Асық, асық. Арыстан, арыстан. Аю, аю. Акула, акула. Айна, айна. Ара, ара. Әтеш, әтеш. Әйнек, әйнек. Әтір, әтір. Бал, бал. Баян, баян. Барыс, барыс. Бота, бота. Бесік, бесік. Білезік, білезік. Бақа, бақа. Банан, банан. Балық, балық. Балға, балға. Балта, балта. Ванна, ванна. Вагон, вагон. Гүл, гүл. Ғарыш, ғарыш. Доп, доп. Дәптер, дәптер. Дәрі, дәрі. Дән, дән. Елік, елік. Ешкі, ешкі. Жылан, жылан. Жалбыз, жалбыз. Жолбарыс, жолбарыс. Жылқы, жылқы. Зебра, зебра. Ит, ит. Ине, ине. Ай, ай. Көбелек, көбелек. Көлік, көлік. Көз, көз. Қасық, қасық. Қасқыр, қасқыр. Қалам, қалам.
балам, лақ, лақ. Лимон, лимон. Мақта, мақта. Май, май. Маймыл, маймыл. Нан, нан. Жаңғақ, жаңғақ. Ойыншық, ойыншық. Өрік, өрік. Піл, піл. Подъезд, подъезд. Ракета, ракета. Сағат, сағат. Самса, самса. Сиыр, сиыр. Тарақ, тарақ. Тас, тас. Уыз, уыз. Ұя, ұя. Үкі, үкі. Фабрика, фабрика. Хат, хат. Ханшайым, ханшайым. Шырша, шырша. Шыбын, шыбын. Шай, шай. Ыдыс, ыдыс. Ірімшік, ірімшік. Сәлем балақай. Бүгінгі видеомызда үй жануарлары және үй құстарымен танысатын боламыз. Қане балақай, менен кейін қайтала. Жылқы, жылқы. Жылқы кісінейді. Сиыр, сиыр. Сиыр мөңірейді. Қой, қой. Қой маңырайды. Ешкі, ешкі. Ешкі де маңырайды. Түйе, түйе. Түйе боздайды. Есек, есек. Есек ақырады. Қоян, қоян. Қоян шыңғырады. Ит, ит. Ал ит болса үреді. Ит біздің досымыз. Мысық, мысық. Мысық мяулайды. Мысықтар өте нәзік болады. Сол себепті мысықтар адамдармен бірге үйдің ішінде өмір сүреді. Тауық, тауық. Тауық қыт-қыттайды. Тоты құс, тоты құс. Тоты құс адамның айтқанын қайталайды. Күрке тауық, күрке тауық. Күрке тауық шулайды. Қаз, қаз. Қаз қиқулайды. Балалар, қаздардан абай болыңдар. Себебі қаздар қауіпті болуы мүмкін. Үйрек, үйрек. Үйрек суда жүзеді. Жарайсың балақай. Енді сен үй жануарлары және үй құстарын білетін болдың. Балақай, осы айтылған жануарлар мен құстардың қайсысы сенің үйіңде бар? Немесе қайсысы болғанын қалайсың? Олай болса, келесі кездескенше арнаға тіркелуді ұмытпа.